Адам мен өмір. Адам топырлаған ақтан тұратын тағдырдың иесі. Мәңгі өмір сүрмейді. Адам топырлаған ақтан тұратын тағдырдың иесі. Қазақ адамды адам дейді. Бұл да теңдесі жоқ керемет ақиқат. Құдай аталығың мен аналығыңа саулық берсін. Ол ұлт туудың бастауы. Бар қателік ұрпақ туғызу қателігі. Осы денді дұрыс жүргізе алмағандықтан. Ұрпақ туу, ұлт туу мақсат, ұрпақтың сау болғаны жақсы. Ақ тіршілік барысында үздіксіз екіге бөлініп, тұқым қуалау ақпаратын дәлме-дәл бір ақтан екінші аққа береді. Қағанағыңды қарқ, сағанағыңды сарқ, құрсағыңды қақ айырып, өмір мен өлімді теңестіре туылсын балаң. Аруақтан ман, маннан жаран, жараннан қалайық, бәрі тұтасып, дене топыр ақ. 9 айдан кейін өмірге өмір келеді, адам болып келеді. Адам шежіресі осылай жазылып, ұлттың шежіресі осылай басталады. Адам топыр ақтан тұратын тағдыр иесі. Мәңгі өмір сүрмейді, ұзақ өмір сүреді. Адам мәңгілік өмір сүрмейді. Адам үшін мәңгілік өмір сүру мүмкін емес. Адам үшін мәңгілік өмір сүру мүмкін болмайтын себебі, адам болмысында мәңгілік өмір сүруге кедергі көп. Соның бірі дене. Адам үшін мәңгілік өмір сүру мүмкін емес себебі, адам болмысына мәңгілік өмір сүруге кедергі көп. Бүлінген табиғат. Адам үшін мәңгілік өмір сүру мүмкін болмайтын себебі, адам болмысында мәңгілік өмір сүруге кедергі көп. Бірі ауру. Адам үшін мәңгілік өмір сүру мүмкін болмайтын себебі, адам болмысында мәңгілік өмір сүруге кедергі көп. Бірі кесел. Адам үшін мәңгілік өмір сүру мүмкін болмайтын себебі, адам болмысында мәңгілік өмір сүруге кедергі көп. Соның бірі дерт. Адам үшін мәңгілік өмір сүру мүмкін болмайтын себебі, адам болмысында мәңгілік өмір сүруге кедергі көп. Біреуі жүйке. Адам үшін мәңгілік өмір сүру мүмкін болмайтын себебі, адам болмысында мәңгілік өмір сүруге кедергі көп. Негізгісі өлім. Адам топырлаған ақтан жаралғандықтан мәңгілік өмір сүру үшін сандаған заңдылықтардың басын біріктіріп, бір өлшемге келтіру керек. Өлшемнің негізгісі ол дене. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 250-251 бет.